қымбатты жарысқа қатысушылар, өңіріміздің қонақтары, бүгінгі шараны ұйымдастырушылар, баршаңызды Қазақстан Республикасының карате Читорюден чемпионатының ашылуымен облыс әкімдігінің атынан, облыс әкімі Шапкенов Серік Жамбылұлының атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Спортпен шұғылданушылардың басты кредосы өмірлік ұстанымы бұл дені саудың жаны сау дейді. Немесе осы спорт арқылы еліміздің нәтижесін биіктету, туын жоғары көтеру болып саналады. Бүгінгі күнгі жас спортшыларға ертеңгі күні еліміздің туын жоғары көтеретін, сол арқылы осы спорт арқылы, осы жарыстар арқылы шыңдалатын үлкен мүмкіндік деп есептейміз. Барша жарысқа қатынасушыларға сәттілік тілеймін.